Баршаңызға сәлем достар. Бүгін каналымда өте дәмді және тез бір жасағаннан шығатын бауырсақ рецептін салатын боламын. Міндетті түрде көрмес бұрын лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстіне жұмыртқа және ерітілген таза сары май, яғни 82% сары майды құямыз. Содан кейін қант және дәміне қарай тұз, кішкене ғана жақсылап қосып, осыларды араластырамыз. Араластырғаннан кейін мен құрғақ дрожжи салдым. Яғни біз бірінші опара дайындаймыз. Осыны араластырғаннан кейін 5 минут өткеннен кейін барып, електен, яғни ситодан өткізілген ұнымызды саламыз. Жұмсақтау етіп қамыр илеп, 40-45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырыңыз қатты емес, жұмсақтау болып шығады. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп, бауырсаққа қамыр жаямыз. Бір қайтарып жібереміз. Содан кейін барып, қолдың, оқтаудың көмегімен ұн сеуіп отырып, жайып шығасыздар. Қатты қалың болмайды және қатты жұқа болмайды. Орташа етіп жайып, мен кішкентай ғана бокалдың дөңгелек басымен дөңгелектеп шықтым. Мінекей видеодағыдай. Кез келген дөңгелететін затпен дөңгелек жасап немесе төртбұрышты ғып кессеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Және парақшада мен Instagram парақшам белгіленген. Instagram парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Және де басқа да YouTube каналымда басқа да көптеген рецепттер өте көп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де түсініксіз болса, комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыз, міндетті түрде жауап беретін боламын.